Баршаңызға қайырлы күн достар. Сіздермен бүгін тәтті, ешқандай пісіруді қажет етпейтін чизкейктің рецептісімен бөлісетін боламын. Ол үшін бізге печенье, сары май, қант, сливки, творожный сыр, су, сүт, лимон шырыны, желатин, сахарная пудра керек болады. Үгітілген печеньенің үстіне ерітілген сары майымызды қосып, жақсылап, қасықпен араластырамыз. Ешқандай түйіршік қалмауы керек. Дайын болған массаны осылай екі бөлікке бөліп алыңыздар. Кольцомыздың ішіне көбірек бөлігін салып, қасықпен басып, тегістейміз. Стаканның көмегімен жақсылап үстінен басыңыздар. Енді стаканымызды осылай ортасына қойып, қалған печеньелерді жан-жағына сеуіп, бортик жасайтын боламыз. Бортигімізді жасап болған соң, осы формамызбен бірге морозильникке жібереміз. Ыдысымызға творожный сырды салып, оның үстіне сахарная пудраны салып, жақсылап араластыратын боламыз. Творожный сырды қасықпен жақсылап езіңіздер, өйткені түйіршіктер болып қалуы мүмкін. Енді желатинімізді дайындайтын боламыз. Ол үшін жылы 100 мг суды құйып, араластырып қоямыз. Енді жанағының үстіне сливкиді құйып, жақсылап араластырамыз. Үстіне қант сеуіп, жақсылап араластырамыз. Сүтті құямыз, араластырамыз. Лимон шырынын құйып, жақсылап араластыратын боламыз. Жаңағы суыған желатинімізді ситадан өткізіп, осы массаның үстіне құятын боламыз. Жақсылап араластырыңыздар. Енді осы массаны формамызға құямыз. Осылай 6 сағатқа холодильникке қоямыз. Міне осымен біздің чизкейкіміз дайын, өте дәмді, керемет болып шығады. Сіздермен болған жібек, міндетті түрде жасап көріңіздер.